Уәдеге берік бол. Қазақта бұрыннан келе жатқан уәде Құдай сөзі деген өте мәнді тіркес бар. Неге мәнді? Өйткені уәде бұзылып, оның қоғамдағы рухани һәм имани құндылығы әлсіреген жерде береке қашады. Уәде дегеніміз қауымды берекесіздіктен сақтайтын, әрі адамдар арасындағы әртүрлі қарым-қатынасты бұзбай ұстап тұратын мызғымас ұстын. Көшпенділер ұғымында адамның адамгершілігі оның уәдеге беріктігімен, басқадан артықшылығы уәдесін орындай алатын мықтылығымен өлшенген. Яғни, уәденің өмірдегі маңызы жайлы ескіден жеткен, жердің несі кем, егін шықса гүл өссе, ердің несі кем, уәдесін үдетсе деп келетін мағыналы жыр шумағы бар. Мұның бәрі ежелгі қазақ қоғамында уәде ұғымының мән маңызы өте зор болғанына айғақ болады. Халқымыздың рухани мұрасы ислам дінінде де уәдеге аса маңыз бергені байқалады. Алланың кәләмі Құранда уәде жайлы бірнеше аят бар. Мысалы, Исра сүресінің 34-ші аятында берген уәделеріңді және жасасқан, келіскен шарттарыңды орындаңдар деп үкім етсе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде өтірікші, 200-ді адамның белгісі ол уәдесінде тұрмайды және сөйлесе жалған айтады деп сипаттаған екен. Демек, кім жалғаншыл болса, берген уәдесінде тұрмаса, ол 200-ді. Атам қазақтың ер жігіттің екі сөйлегені өлгені, емен ағаштың иілгені сынғаны, немесе айтылған сөз атылған оқпен тең деп мақалдауы жоғарыдағы ислам шариғатының қазақ ортасындағы тұтқасы іспеттес. Енді мына бір оқиғаға назар салайық. Өте ертеде қолы қарулы жігіт бір адамды байқаусызда өлтіріп қояды. Өлген адамның туыстары қазыдан қанға қан үкімін сұрайды. Жігіт айтады: алыста тұрушы едім, жақындарыммен қоштасайын, қарыздарымды жабайын, 3 күнге мұрсат беріңіз дейді. Қазы көпшілікке қарап, бұған кепіл болатын адам бар ма дейді. Ешкім үндемейді. Сол кезде бір қария шығып, мен кепіл боламын, ол келмей қалса менің басымда алынсын дейді. Ел жұрт аң-таң, өйткені бұл қария ана жігітті танымайды да. Арада 3 күн өтеді. Уәделі күні елдің бәрі жаза алаңына жиналады. Әлгі кісі өлтірген жігіт жоқ. Жұрт біткен оның жолына қарап тұр, бірақ ешкім көрінбейді. Ел, жігіт өтірік уәде берген екен, мына қарияға обал болатын болдау деп ойлайды. Бір кезде көпшілік алыстан қара терге түсіп жүгіріп келе жатқан жігітті көреді. Оның уәдесінде тұрғанына бәрі таңғалады. Сонда жігіт айтады: елім алыс болғандықтан уақыттан кешіктім, бірақ бәріне үлгердім. Енді өлімге дайынмын. Уәдеден таймаған азаматқа ел риза. Жағдайға қаныққан өлген адамның туыстары да біз кешірдік дейді. Қазы көпшілік алдында өлім жазасы үкім етілген жігіттен сен өлетініңді біле тұрып келдің, неге қашып кетпедің дейді. Сонда жігіт: мен уәдемде тұрмасам, кейін мұсылмандар арасында уәденің құны жойыла ма деп қорықтым дейді. Қазы қарияға бұрылып: сіз бұл адамды танымай тұрып неге кепіл болдыңыз дейді. Сонда ақсақал: кейін мұсылмандар арасында уәдеге сенушілік әлсірейме деп қорықтым депті. Уәдеге берік болайық. Бекен Қайратұлы.